көкімде ақ тілек қыраны қалықтап тұрады. Күндер армысың, шырқар ән құсым, думанды ғажап сәт бүгін. Толқып жүрегім, ойнап күлемін, теңізде шалқып шаттығым. Жаздай жайнаған нұрлы айналам, көктемдей жанды баурағам. Таңқап көркіңе желдей желпінем, ақындар жырын арнаған. Мерекем жанға жайлы шуағым, шаттықтың алаулай бер шырағы. Көгімде ақ тілек қыраны қалықтап тұрады. Сіз болып, біз болып достайық. Рахмет. Тойларыңыз құтты болсын. Тойларыңыз құтты болсын. Ергезе көшкен еді. Той құтты болсын. Рахмет. Бүгінде ардақты ағайындар, жақсылар мен жайсаңдар жиналып ардақты ағайын осындағы құрметті жолдастар және де қадірлі меймандар. Бүгін сіздер Қарақалпақстаннан өзіміздің тарихи отанымыз Қазақстанға көшіп келіп қоныс теуіп жатқан және де ішкі істер органдарында көп жылдар бойы қызмет еткен адамдар болып бас қосып кездесіп дидарласып отырған жайларыңыз бар. Бұл күн сіздер үшін аса есте қаларлық күн. Өйткені осындағы сіздер алтын уақыттарыңызды және де сіздер өз алтын уақыттарыңызды қылмыспен күресу, қоғамдық тәртіп сақтау, заңдылықты қорғау саласында аянбай қызметтеріңізді адал атқарып, қазіргі уақытта құрметті демалыста болып жатырсыздар. Ендеше ардақты ағайындар, араларыңызда ол дүниелік болған марқұмдарды аттарына атап, осындағы Нұрғалиев Сыдық ағамыз, Иманғалиев Баққалиев, Сариев Көктілеу, Балқасымов Өтесін, Жәкиев Құрал, Юнусов Жәмелжан ағаларымыздың құрметіне мүмкіндік болса, орнымыздан 1 минутқа тұрып ардақты ағайындар, үнсіз жүк жарылайық, осындағы ағаларымызды, алтындай ағаларымызды еске түсірейік. Рахмет. Келіңіздер, жайғасыңыздар. Аларда ағайындар, рұқсат болса, біз қазақ қашанда баталы елдің ұрпағы болғандықтан осындағы дастарханға тиіспеген халықпыз, батасыз. Осындағы Совет ағамды ортаға шақырып немесе отырған жерінде бата жасап алайық. Ал құрметті Иса мұсылман жамағат бір-бірімізді бағалап қол жайайық, иләһи әумин. Бата беріңіз. Ойынды өтіп. Ал біріншіден мейрамдар құтты болсын. Өмір жастарым ұзақ болсын. Денелеріңді аманшылық болсын. Жақсы күндеріңіз көп болсын. Берекетті болың. Жақсы қоя берсін барлығыңызға. Аумин. Ал жарым қабілет, не тілесек, әзірет мыңдағыр бәрінде амайыз бар қарасын, қыдырдарысын, кеткенізге кемтігіңіз болсын, әр уақытта осындай жарқын жүзбен, көтеріңкі көңілмен, әр қайсыңызға, семьяларыңызға бақыт болып, аманшылық болып, бала-шағаңыз аман болып, жүріп мінекей осында кездесулер көбейе берсін. Барлығы мына біздердің кейінгі жас
жігіттердің, қыздардың барлығына да мінекі осындай жақсылық тілеймін. Алдағы уақытта осы нәрсені жалғаса беруін мен тілер едім. Мінекі сол барлық аманшылық болсын, құтты болсын мына мейрамымыз. Құдайым бір жақсылығы болсын. Әр уақытта өмірдің не жақсылығы болса, барлығы сізге болсын. Әумин. Батам батпасын, батам жерде жатпасын. Бата берген екі ағамды Алла өзі аман сақтасын. Жүректеріңіз тоқтамасын, тоқтасын дегендер оттамасын, тек жақсылық болсын. Ал енді жарадақтар ағайындар, рұқсат болса бұйырған дәместан алып отырыңыздар. 90 түрлі демейміз, 9 түрлі тағам бар, 80 түрлі демейміз, 8 түрлі салат бар. Ет жеп, сусындарға беттеп, бауырса қаймақ ауызға айдап, шайнап, күліп ойнап, ажарларыңыз айдан болып отырсын ардақтар ағайын. Мұны айтады екен, келген мейман тамағыңды алмаса сол үйдің қазанының қақпа қалдырайды екен. Олай болса, бұл үйдің алтын табағына емес, жарқын қабағына иласып, бір-бірімізді сыйласып, оңаша тілекті ойласып, бүгінгі мерекемізді арқарда тойласып отырайық ардақтар ағайындар. Олай болса, ән көңілдің ажар дейді, өнердегі өмірдегі менің қарындасым, действительно енді әлімнің қызы, ақық қыздарыңызды ортаға шақырып, кереметтей домбырамен ән шырқағанды жақсы көреміз. Мына екшектің бірін қатты, бірін сәл кембіра, нағыз қазақ емес, нағыз қазақ. Домбыра нағыз жылан емес, нағыз жылан кобра дейді. Нұрғисадай иесі бар, Балғисадай киесі бар. Есіл домбыра, эстрадаңды қайтейін, есіркемесе кешір домбыра деп жатамыз. Жалпы ардақтар ағайындар, осындағы бізге бөтен емес, Қызылорданың қызы әлім жеңей ғой. Сол айтып жатқан. Шағалып көздердің сәулесінен кетпейін халқымның мендесінен. Тұла бойы әрқашан шымырлатар басқайып батысымның термесіне деп қалғандар. Бәрекелді. Енді кері шапалақ. Ал енді жардақ ағайын, рұқсат болса, осындағы таң болса көп көтірмей, атқан жақсы, сауда болса сарғайтпай сатқан жақсы, ақықтай қыздарыңыз домбырамен ән салды, суырылып топтан жақсы. Осындай қазағымның өнерлі азаматтары мен азаматшалары көбейе берсін деп, ақық қыздарыңызға аямай шапалақты соққан жақсы. Ардақ ағайын, ортаға шығып алып, басқа тамадалар құсап, шапалақ деп миларың жемейм ардақ ағайын. Шапалақсызда жарықтаймыз, шапалақсызда дегенімізге жетеміз.
әңгіменің тоқедері жапалақ ұрғыларыңыз келсе ұрып отырыңыздар. Ұрғыларыңыз келмесе тамақ жеп отыра беріңіздер. Маған да бәрібір. Мына өнер азаматтары ортаға шыққан кезде кішкене шапалақ деген шабыт келтіреді ағайын. Сіздерден болса шапалақ, біздер арқамыз қозып арғырда ақындық осындағы әнші ұлдарыңыз арғырда келетін болады. Енді осындағы ең алғашқы тілегіміздің бетпердесін ашып беретін осындағы барша осы төрдегі ағаларымыз жаңа бәтуәлі батасын беріп жатыр. Енді Сәбит ағамнан бастап тілекке шақырайын. Ағаларымыз рұқсат болса, осы төрт бірдей ағамды ортаға шақырып, асабаның алтындай төріне алтындай тілек білдіріңіздер. Келіңіздер, беделі биік келетін осындағы дүйім жұртқа тілегін үйіп төгетін ағаларымыз. Келіңіздер, бейлі. Ал, қош келдіңіздер. Мереке құтты болсын. Мына білмейтін жердің ой шұңқыры көп дейді. Қайсымыздан тілек кезеңін бастаймыз. Аға, өзімізден бастап, кішкене бүгіннің жиынның себебін және де бүгін міне жиынның себепшісі болып жатқан ардақты ағайындар, алғашқы құрылтайын құрып, осындағы баршаларыңыздың басыңызды біріктіріп жатқан осындағы менің атам. Келіңіз. Саламатсыздар, құрметті менің қаруластарым, оларда келіндер, жеңгейлер. Бүгін жиналып отырмыз. Біздің бұрынғы мейрамымыз мінекей көп жылдардан бері осы күні тойланып келмеді. Біздің көкірегімізде, жүрегімізде әлі осы мейрам. Әр уақытта осы уақытқа дейін жанұямыздың ортасында мен қарабасым өзім соны белгілейтін едім. Бір жақын жердегі жолдастарды шақырып сөйтіп отырып белгілейтін едім. Мінекей бүгін өте қуаныштымын, бәріңізді көріп отырмын. Ішінде көрмеген әншектеріміз бар, атында ұмытып қалған жағдайлар бар. Міне Құдайым бір осы кездесуді ұзағынан берсін. Барлығымыз сонша жыл жаңағы тамада айтқандай сонша жыл ана жақта жүріп, қылмыспен күресіп, қоғамдық тәртіп сақтау жөніндегі жұмыстарды атқарып, күн демей, түн демей жүрген жағдайларымыз болды. Соның барлығы мінекей жемісі есебінде зейнеткер болып, осы Қазақстанға келіп, міне кездесіп жатқан жағдайымыз бар. Мінекей қандай жақсы жағдай болды мінекей. Құдайым бір жақсы денсаулық берсін бәріңізге, ауызбіршілік берсін. Сол ауызбіршіліктің арқасында жылда кездесе бергенсіңдер. Өмірде бір жамандық көрмегенсіңдер. Осы мына өмірдің не жақсылығы болса, осы жұбайларыңызбен, бала-шағаңызбен Құдайым көре бергенсіңдер. Әр жылы кездесе бергеніміз, мейрам құтты болсын бәрі. Құрметті інілерім мінекей, құрдастарымыз, келіндеріміз, бәріңізге осындай қозғышықта келіп, бүгін бір-біріңізді көріп, дидарласып осында. Бәріңізге соны ұйымдастырғаныңызға рахмет айтамыз. Адамға көбінесе керек емес, мен айтатын бар уақытта, міне біршілігіміз, ауызбіршілігіміз. Қанша күнде, қанша жылдан бері көріскен жоқпыз. Міне көрісіп отырмыз, амандасып отырмыз. Енді анау болатын болса, кешірімді болсын сізден. Жазып.
Üçü de ormanların ұйымдастырып сағынып жарасып, рахмет айтамын. Осындай күндеріңіз жалғаса берсін. Аманшылық болсын, құтты бола берсін, жақсы ниеттер бола берсін, аманшылық болсын. Міне бүгінгі күн анық есте қалатын күн. Өміріміздің аяғына дейін осы күн біздің есімізде болып, сіздермен бірге кездесуге асығып, сіздерге тамашалап тілейміз. Бүгінгі күнді ұйымдастырған ақсақалымыз, міне Сәбит ағам, мына ініміз Бұлатқа екеуіне рахмет айтамын. Бұлар үйлерінде ойласып, кеңесіп, 3 күннен кейін мен бір шаңыраққа шақырды. Сәбит аға, ал осында кеңесі болды, мереті жақсы болды дедім. Тойы жақсы, тойдан кейін басауды сен бересің дедім. Сен жазасың дедім. Одан кейінгі мәселе біздің ақсақалымыз, Сәтқазым Ишанович полковник. Бұл кісінің істеген минеті, және бәріміз дедік қой. Сонда да бір орында, бір управление болып істеп, 25 жылда істеп, үлкен аураға ие болды. Қалған жігіттердің бәрі өздерінің жұмысының арқасында, өздерінің адамгершілігінің арқасында барлығы өз жұмыстарын жақсы істеп, бүгінгі күні пенсиялық біздің столымызда бірге кездесіп отырды. Одан кейінгі мен кеше жақында ғана августтың ішінде ауылға барып келіп, министрден сұрап музей көрейін деп, музейді барып көрдім. Сонда көп жігітті арамызда жоқ жігіттердің суреттерін көрдім. Арамызда бар жігіттердің суретін көрдім музейде. Енді біздің арамызда бірге жүрген, бірге дастандас болған қандай азаматтар еді. Олар жоқ, жаңа бәрін тағзым еттік. Сонда да мен оларға жаттан жер жайлы болсын, топырағы торқа болсын деймін. Қалғаны берекет берсін, бала-шаға аман болсын. Ендігі мәселе мінекей, әркімде әртүрлі жағдай болады. Қазіргі заманда басқасы болып кетті. Ассаламан үйіне бару қиын, ал ол қашан той береді, қашан оған не шотлай, мына шаштан аппақ бол, түгел қылмай қаратын болды. Үйіне барып көру үшін. Сол үшін іштерімізде бір-бірін сыйлап, мінекей бір адамды біз осы ауылдан келіп, осы жерде қызмет келіп, пенсиялық жүрген жігіттерді мен Болат деген тапсырғым келіп отырыпты. Бұлар осы жігіттердің списогын алып, осы жігіттердің телефонын алып, осылардың той садақасын, балдарының қуаныштарында төбе көрсетіп, біздің әкеміз орын істеген достар келді ғой, дастархандас деп ішінен айтып жүреді. Сол үшін саған тапсырғаным. Ал енді, мен көптенемей келіп болдым, мен сіздерге жақсы тілек айтайын. Қалып кетті. Көзіш, айнада жарқылдап кеп отырып есімізде бір қыз бар, ең мүмкін емес жас уақытында мынандай, дәлдеде мынандай, мына жерде Камалы болды. Деді Камалы бар, не жүр, вот тұрғат үшіндер бөлінді көрсет. Бөлінді көрсет кәне, қандай артистке болдыңыз деді өкші. Әйел бұған рахмет айтамыз. Деді мінеге Камалы болды, рахмет айтамыз. Жас уақытында мынандай тоқтырға дәлген түзі көремін. Ал енді, Құдайым басын отатқаным келсін. Жегендерің торт болсын, мінгендерің қымбат машина болсын. Жүргізгенде абырат болсын, бұрылғанда пабырат болсын. Ішкендерің соқ болсын, проблемаларың жоқ болсын. Банкіде миллет доллары болсын, Құдайым денсаулық берсін, берін Аллам істеріңді оңдасын, аманшылықта, сауышықта кекесін. Рахмет, тыңдағандарыңыз. Салам алейкумдер. Жиналған достар, құрдастар, бірлестескендер, ағаларымыз. Мен өте өзім қуаныштымын қарабасын. Қуанып кеттім осыны естіп. Ағалар айтып жатыр ғой, Сәбит аға мен Болатқа рахмет осыны ұйымдастырған деп. Мен де рахмет айтамын. Дуамын бола бергей, Құдайым. Ағаларыма денсаулық тілеймін, алдарыңызда аман жүргей. Бір айтар кетеді, мен осы орынға келген кезде бірінші мені күтіп алған Жарылқасын аға еді шағып. Осы отдел деген осы ағаның бірінші званиямды алып берген, представление жазып берген осы аға. Рахмет айтады. Аман жүріңіз, ауырмаңыз, жақсы болып кетіңіз. Бәріңіздің отбасыларыңызға амандық тілеймін. Бала шағаларыңыздың бәрі алдында аман жүріңдер. Өліңдер, өсіңдер,
қашанда бастап үйлеріңізге тек жақсы күндеріңізге барғайыңыз, жақсы күндерге араласқайыңыз. Рахмет. Рахмет. Міне, тілеген тілектеріңіз қабыл болсын. Талғамыздар ғұмырдан тірліктің сырын ұғынған, тамшыдай иман іздеген қамшыдай қысқа ғұмырда аман болыңыздар. Міне, тілеген тілектеріңіз қабыл болсын. Сіздердің де үйлеріңізде дәл осындай той болсын, немерелі болыңыздар иншалла бұйырса. Ал олай болса, ақ дастархан басына жайғасыңыздар, келіңіздер. Сөйлей берейін десем, сіздерден қорқып отырмын, шыны керек. Сөйлемейін десем, папамдан қорқып отырмын. Баяғыда бір әйелдің айтқаны, боянайын десем, байымнан қорқам. Боянбайын десем, байымның тоқалдарынан қорқам. Өмір сүру қиын болып кетті мына заманда. Демек ардақтағайын, ендеше мына тос беру біздің міндетіміз болғандықтан, баяғыда бір өсекшінің айтқаны, мен өсек айтамын деп айтпаймын. Біреуден естігенімді біреуге жеткізу, ол менің азаматтық борышым деген екен. Ендеше ардақтағайын, мен де азаматтық борышымды орындап, осындағы келесі кереметтей тілекті ары қарата алмастыра жалғастыра отырсақ, ағаларымызда айтып кеткен, ал үлкендері, мен осы кісілердің үлкенімінді деген кісілер болса, азабаның алтындай төріне шығайық. Бүгін сіздердің аттарыңыз атап түстеріңізді түстелмейді, баршаларыңыз кереметтей билеп, осы кісі тос айтады, осы кісі билеп келеді деген болса, тойды қыздырып, бойды қыздырып, бүгінгі мерекені қыздырайық. Қорғанбай ағам бастаған барша қадірлі игі жақсылар билеп келейік, маэстро жібер. Қош келдіңіздер, қадамдарыңызға гүл бітсін, мереке құтты болсын. Ардақтағайын, тыңдалмаса сөз жетім, айтылмаса ән жетім дейді. Бір-бірлеріміздің сөздерімізді, әндерімізді жетімдетпей, осындағы қадірлі игі жақсылар ақ тілек айтқан кезде тыңдап отырайық ардақтағайын. Сөздің қадірін түсінген, өзінің қадірін түсінеді. Ал, қайсымыздан бастаймыз, ағалар? Құрметті ағалар, жеңгелер, құрметті кәсіптестер, құрметті қаруластар. Неге бүгін бұрыннан кеткен уақытында 13 ноябрь милиция күнінде пайдаланбайтын үлкен байрам. Соны қайттан давам еттіріп байрамлап жатырмыз. Сол бәріңізге де сол келген қадамдарыңызға гүл бітсін деймін. Неге жаңа алдында ағаларымыз айтып өтті. Расын айтқанда бәріміз де сол республиканың төшінашының қарсы күресте осы ағаларымыздың арқасында бәріміз бірге жүрдік. Бірге қатынастық. Бұлайынша айтқанда бұның бір қазаннан тамақ жедік бәріміз. Менің тілегім алдымыздағы жасыл күндердің денсаулығы зор болсын, алдымызда аман жүрсін, міне келіп отырған жеңгелердің де үйлерінде аманшылық болсын. Бүгінгі традициямыз давам етіп, қалған уақытында да жеңгелермен көріп отырмыз, қалған уақытта сол бала-шағалармен тойларға барайық, тойларға қатынасайық. Менің үйлерімде той болып, осындай қуаныш күндер ұзағынан болсын. Ал құрметті кәсіптестер, ағалар отырыпты, жеңгелер отырыпты, келіндер, бірге істеген жігіттер отырыпты. Бәріне бүгінгі 13 ноябрь милиция күні Өзбекстанда, милиция күні конкурсымен құттықтаймын. Семьяларында бақыт тілеймін. Барлық уақытта денсаулық күшті болып, осындай дастархан басында
ел алдында үлкен абырайлы болып жүре бергейсіздер. Мына ағаларымызға үлкен Сәбит аға, Жарылқасын ағам деп, Соған ағам деп, бәріне де алдымызда басқарып, осы Қазақстанға келген жігіттерін осы ұйымдастырып жалғастыра берсін. Полат пен Сәбит ағаға осы ұйымдастырған үшін көп алғысымды білдіремін. Мына қатар істеген жігіттер, Ыбырайымдар, осы бәрі де, Бауыржан ағалар бәрі де семьясы бақыт тілеймін. Бәрінде де құтты бола берсін. Бір-біріне ендігі жағында осындай қатынасы күшті бола берсін. Семьяларында бақыт тілеймін. Құрметті кәсіпкерлер, сіздерді бүгінгі мереке күнімен құттықтаймын. Сіздерге терең денсаулық, бақыт, жұмыстарыңызда аз болсын. Мына Сәбит ағаның бастамасымен бастаған есі Құдайым сол ізі болсын. Бәріңізді, семьяңызды бақыт болсын тілеймін. Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Көрген бар, көрмеген бар. Өмірімізде өткен бір үлкен белестің бірі, жас кезімізде істеген жұмыстың мемлекет атап өтетін күні еді, 10 ноябрь деген. Сол нәрсені еске түсіріп, жастық шағымызды, балдарымыз көрді, сонымен ержетті есейді дегенде, сол жұмыстың арқасында жастарды еске жинап, еске алдырып атқан жас үлкендерге рахмет. Тілек сол, отбасыларың аман болсын. Жылдан жылға осы күнді атап, бәріміз қосылып, өтуге лайық болсын. Бақтарымыз семьяда бақыт болсын. Ассалаумағалейкум, ағайындар, бірге істестік. Мына кәсіп байрамы құтты болсын, ұзағына болайын. Енді мен бір айтатын, мына басын бастаған кезде мына Тамады Полаттың баласы екен, молодец. Мына өткендерді Баққали ағалар, Жәки, Құрал, Көктілдер, Жәмілжандар, басқа да нелер қандай азаматтар еді. Енді иманды болсын олар. Енді ешкім ауырмасын, қиыншылық көрмесін деп тілеймін. Мына пенсияға шықтық, енді жасыратын жоқ, бұл милицияның жұмысы ауыр жұмыс. Мен ана көне киноларды көп көремін. Көне киноларда бұрын ана Османский империяның уақытында милицияда жаңа военный прокуратураның бәрін жаңашырлар дейді екен. Қазір орысшаға беріп отыр, янычар дейді. Янычарға түсінбейді. Біздер негізі халқымыздың жаңашырлары екенбіз. Мына мерекелер құтты болсын. Енді баяда милицияға кіріп жатқан кезде бір шалдар айтып еді, әй, ол жерге не бар, қарғыс алуға барасың ба деп. Қарғыс болмай, алғандарымыздың бәрі алғыс болмай. Енді жасыратын жоқ, мемлекет болғасын, әрбір орган бар, қатал орган бар, соттайтын орган бар. Енді онда да адам істемесе, маймылда келмес етпейсің ғой, солай емес пе? Сондай болса да істедік. Қиын болса да істедік, бір жамандық біреулерден жаман сөз естіген шығармыз. Енді бендешілік болады. Алла бізді кешіргей, қателескен болса, ауырлау сөз айтты. Алла жар болсын. Енді мына ақтақия киіп жүргеннен кейін азғантай Құдай туралы айтпасақ, нелеу болатын шығар. Ақсақалдарда Алла деп ады ғой. Сол Алла жар болғай. Алла біздерге сол мейірімділігінен қамқоршылығынан бергей, сабырлық, шыдамдық, шүкіршілік бергей, даналық, данышпандық бергей, шеберлік, шешендік бергей, дәулет бергей, бақыт бергей. Біліп білмей істеген күнәларымызды кешіргей Алла. Қарғыс атқан шайтанның азғырынан, адастыруынан сақтағай, тіл көзден сақтағай Алла. Алла екі дүниемізді көрсететін тура жолға салғай. Алла бізден разы болатын, біз одан разы болатын жолға салғай. Олдан қыздан ақырға шейін ұрпағымызға Алла иман бергей. Иманды болсаға өлі одай жаман болмаймыз. Бәрімізде жаңағы өтміштерді естеп жатырмыз. Бұл Алланың алдынан келдік, Алланың алдына барамыз. Алла біздерге сол аузымыздан жақсы сөз шығармағай, денсаулық берсін. Денсаулық бергеннен қыздар, жеңгейлер бар, келіндер бар дегендей бір денсаулық берсін. Қыздарымызға аужаулық берсін дейді. Ақ болсақ, әйтеуір әуелі Құдай жаман болмаймыз. Енді мына пенсияға шыққандан кейін бәрімізде көбінше қолымыз бос болады.
осы мезі жаңа ақыранда сейін бірімізді деймін. Мен азғандай бір қызық әңгіме айтып берейін. Мына қазір Құдайға шүкір телевизорда, интернетте мына иман туралы көп хадистердер айтады. Соны тыңдап, мысалы біздер бәрімізде кеткенде баланы тоқы Құдайға тапсырып кете аламыз. Солай емес па? Бір Аллаға сөзіміз түзу болса, жақсы сөз сөйлесек, халықтың алдында сыйластықты боламыз. Мен келатыр, бәлен келатыр дегеннен әйтеуір сақтанамыз. Қазір мына көпшіліктер біледі, елдің аралап жүргеннен кейін жақсы сөз айтсаң, мына көнеген олардың көп адамға пайдасы бар. Мына қазір бәріміз ата болып жатырмыз. Ертең ұлды қызды қияға қондырған болсақ, ертең немерелерді тапсып не қыламыз, ұзатамыз. Сонда бәрін келістіретін Алла. Күнә көрсе, хадис көрсе, мына біреулер бар, неге келсе бата бере алмайды, тілек айта алмайды. Жақсы сөз айтқан жақсы болады. Мен бір Нөкісті кішкентай мақтағым келіп тұрыпты. Нөкістен Қалқабат 27 километр, ар жағында Шымбай 27, Қаражөй 27, Тақсакөбір 27 екен. Бәріміздің райондарда седіп қой. Неге десе, оказывается, қой мен ешкі арқаға қарай жүреді екенде 27 километрден дейін алады екен. Нөкістен Қожеліге 30, Қарабайлы 30, Ленинабады 30, Қоңырат 30. Неге десе, сиыр тоқы Құбылаға қарай жүреді екен. Әр 30 километр дейін алады екен. Нөкістен Үрген үшін 280, Бұхараның 280, Самарқандың 280, Ташкенттің 280, Жамбылдың 280, Жамбылдан Таразға шыққан 280, Тараз деп Қырғыздың несі қандай еді? Бешкек 280, Бешкектен оны біздер айтамыз, Райымбектің түйесі қонған, шөккен деп, сөгешкен 280 екен. Неге десе, түйе тоқы 280, шығысқа қарай жүреді екен 280 километр дейін алады екен. Біздер негізі Райымбек Нөкістен шыққан болу керек те, 7 рет қонып келген екен да. Соның үшін азғантай зерттейік, біздердің қолдарымыз көптеу, қолдарымыз, уақытымыз көптеу, сол жақсы сөз көбейе берсін, адамдарда сыйластық көп болсын. Жегізі жасырудың керегі жоқ. Қазақ, Қарлыпақ, жаңа ініміз айтып жатыр, әлім өзіміздің ағайын деп. Әлімнің қаяқтан шыққанын өздері білмейді. Александр Македонскийдің уақытында әлімдер келген екен, әлімдер пияда келген екен, содан олимпиада ашылған екен. Соны біліп қою керек. Олады аман болайық, сау болайық, байрамдар құтты болсын, күлкіден айырмағайын. Бәріңізге рахмет. Мына қызмет істеп жүрген Болатымыз болса, Сәбит ағалар организовать етті, жасы көп болса да. Сол қызметтер Алладан қайтсын, официанттардан, біздің операторлар жүріпті. Балдардың бәріне қызметтер Алладан қайтсын, аман болғай, сау болғай, еліміз барақат болсын, тыныш болсын, ұрыс болмасын, дастарханымыз толы болсын, нан көп болсын, ақ той тойға болсын. Рахмет. Кереметтен тілек айтып жатыр, аман болыңыздар. Бақпенен қыдыр қонса да, біреуге ол да аз болар. Қанша суми болса да сусуар бөлек тастабыр. Көзін салса Құдайым, көп қарғаны қаз қылар. Алладан болса шапағат, сіздерден болсын ағаларымызға деген шапалақ ардақтар айтар. Міне, аман болыңыздар. Сіздерде шаңырақтарыңызда той болсын. Тойда қосайық ардақтар айтар. Билеп ақтасырған басында жайғасайық. Маэстро бір әлі ұқтамайыз. Мына рұқсат болса, көп тойларда негізі істете білмеймін. Оң қолда бір көтерейікші. Бүгін міне мереке ғой, оң қолдарымызды көтерейік. Оң қолдар көтеріңіздер, көтеріңіздер. Көтерейік. Бұл оң алақанымызға ардақты ағайын. Ағам, жақсы. Бәрін қойсыз ғой. Оң алақан бетіп көтеріңіз. Сосын бұл оң алақандарымызға жақсылықтың бәрін жинайық. Бірінші очередте денсаулық, байлық, бақыт, айфон, Land Cruiser. Бұны Жұмайықтағы ардақты ағайын. Баяғыда біздер бала кезімізде бір-бірімізге қыс мезгілінде қаратып ойнайтын едік. Енді бір-бірлеріңізге лақтырыңыздар енді осыны ардақты ағайындар. Енді мына сол қолды көтерейік. Сол алақанымызға бүкіл жамандықтың бәрін жинайық. Бірінші очередте Каспий банк. Нервқа тиді уже төлеп. Кредиттер бар, күліп атыр уже.
Сосын жамандық бәрін жинаңыздар. Бұны жұмыңыздағы столдың астына лақтырып жіберіңіздер. Керек адам өз ішке болады. Не қыламыз? Енді жардақтағай, екі қол жоғары көтерейік. Сосын бір-бірлеріміздің қолдарымыздан ұстайық. Ұстаңыздар. Ұстаңыздар. Ұстап алыңыз. Ұстап алыңыздағы біздер өздеріміздің балдарымызға не тілейміз? Бақыт, денсаулық, міне. Бақыт тілесек, бақыттың орысшасы не? Счастье, кеттік мы. Счастье в этом мире большом, как солнце по утрам, пусть оно заходит в дом. Мы желаем счастья вам, и оно должно быть таким, когда ты... Бұл ойынның аты қазақтың асқазанынан 15 секунд үзіліс деген ардақтағай. Үзілістеріңіз құтты болсын. Енді жардақтағай, бүгінгі мерекелі тойымызға біздер бір азаба емес, екі азаба болып келіп жатқан жайымыз бар. Мына қойшы көп болса, қой арам өледі дейді. Тамада көп болса, той адал өтеді дейді. Енді жардақтағайдар, өнердегі өмірдегі бауырым, енді міне ағаларымның, әкемнің бір сөзін жерге қалдырмай, осындағы әнші, бәрші достарымды алып келіп жатқан жайым бар. Олай болса осындағы өнердегі өмірдегі бауырым ішкен асын өнердесе жерге қоятын осындағы асаба, шоумен, тамада ұлдарыңызды қарсы алыңыздар, қабыл алыңыздар. Айдос, Сәлуаха ұлдарыңыз. Ал тамаша, ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Көрген бар, көрмеген бар, мінекей баршаларыңызға мұсылманның баласы екенімді дәлелдеп, қазақ айтады, сәлем түзелмей әрқашанда әлем түзелмейді дейді. Баршаларыңызға мінекей ассалаумағалейкум деп жатқан жайым бар ағайын. Ал тамаша, мінекей бүгіндегі ұлан асыр тойынға, ұлан асыр жиынға ағайындар, барша бауырлар қош келіп жатсыздар. Мен келіп өзі баршаларыңызды жалпы таңғалып жатыр мінекей. Бүгін Алла нәсіп етіп, қанша жылдан кейін жолығып жатсыздар осында? Иә, мейрам құтты болсын. Ағалар, қанша жылдан кейін жолығып жатырмыз бүгін? Бір-бірімізді қанша жылдан кейін көрмей бүгін мінекей сол жұмыста бірге жұмыс жасадық, ұжымдас болдық. Бүгін мінекей Алла нәсіп етіп, қанша жылдан кейін жолығып жатырмыз аға? 20 жылға дейін. Ой, тамаша мінекей. Мынандай бақытты сәт, мынандай тарихи сәт ағайындар күнде бола бермейді. Мен той басқарып жүргеніме ағайындар мінекей 6 жылдың көлемі болып, осылай ұжымдастар болып, 20 жылдан кейін жиылып, жалпы ағалар әкелер болып жиылып отырғанды мен алғаш рет көріп отқан жайымыз бар. Сіздердің әрқашанда осы бірліктеріңізді арттарыңыздан еріп келе жатырған ұрпақтарыңызға, арттарыңыздан еріп келе жатырған ұл қыздарыңызға берсін деп, әрқашанда осындай салиқалы әкелер, ақжаулықтар, әрқашанда аналар аман болсын деп, бір әкелеріміз бен аналарымызды құрметін ағайындар бір әдемі дулы шапан соқпырдан жарасады. Тамаша мінекей, мен ағаларымға қарап отырмын, осы жаңа сөзінде тегеткендей мінекей осы Қарақалпақстан Республикасының еңбек сіңірген осындағы барша ішкі істер қызметкерлері мінекей түнеқсын төрт бөлген елдің амандығын, жұрттың тыныштығын ойлаған мінекей. Осы еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын деп әрқашанда мінекей осындай шекара жекпе жүрген елдің, жұрттың тыныштығын ойлап жүрген сіздердей қазақтың нар тұлғалы азаматтары, сіздердей нар тұлғалы қазақтың жігіттері аман болсын. Сіздер секілді мінекей қазақтың жігіттері аман болсын. Алла тағала мінекей сіздерге қарап біздер осы бой түзе өсе бергенбіз. Сіздердей мінекей қазағымыздың қариялары аман болсын, аталар, әкелер аман болыңыздар. Мен де сол мінекей Қарақалпақстан Республикасының азаматымын, сол елден шыққан баламын. Мен де сол Жасылық деген ауылда тұрғанмын мінекей. Осы әкелеріміз еліміздің, жұртымыздың тыныштығын ойлағанда біздер ауылда тыныш жатқанбыз ағайындар. Осындай ардақты әкелеріміз аман болсын деп ағайындар, тағы да бір әкелердің құрметіне дулы шапан соғып қояйықшы. Ал тамаша мінекей, мыңда бір алғыс осындай ағаларым мінекей елдің тыныштығын қорғап жүрген уақытта әрқашанда ол ақжаулықты аналарымыз, әкелеріміздің амандығын ойлап отырған. Қазақ айтады, әрбір жетістікке жеткен еркектің артында берекелі әйел тұрады дейді мінекей.
Сол мен осы рұқсат етсеңіздер осындағы жетістікке жетіп отырған ағаларымыздың артында тұрған берекелі мерекелі аналарымызды ортаға шақырайын. Соларды бір керемет рұқсат етсеңіз әлем ақ тілектерін тыңдайын. Розадан бастап келіп отырған, Фирузадай Папоштан келіп отырған Гүлнардай анамыз бен Майрадай анамыз бен Сары атты аналарымызды құрмет қошаметпен ортаға шақырайын. Рұқсат етсеңіз, апалар, аналар бір ортаға демлеп тұрып билеп берсеңіздер, бүгін той, бүгін қуаныш ағайындар, бүгін мінекей Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігінің қуанышы ағайындар, бүгін той кеттік ортада, апалар ортада, аналар, билеп апалар ортаға, билеп. Аман болыңыз, ой, тамаша мінекей, осы ақ жаулықты аналарымыз ғой. Қазіргі келіндер сияқты бұл апалардың заманда сотыбай болмады. Жаным қайдасын, күнім қайдасын деп хабарласа бермеді бұл кісілер. Бір Алладан әкелеріміздің амандығын тілеп отырған осы ақ жаулықты аналарымыз мінекей. Ал ақ жаулықты аналар қош келіп жатсыздар, қадамдарыңыз Алланың нұры жаусын. Рұқсат етсеңіздер арамыздан ақ тілек тізген апа өзіңіз бастап беріңіз. Апа деуге қимай тұрмын сізді. Қарап тұрсам бүгін мінекі 18 жасар қыздай болып отыр екен. Рұқсат етсе әлем ақ тілек тізген өзіңізден бастайық. Ал құрметті жігіттер, міне бүгін сіздердің ұлы мейрамдарыңыз екен. Шын жүректен семьямыздың, бала шағымыздың атынан құттықтаймыз. Өстіп қартаймай, жасарып, ауырмай жүре беріңіздер. Алдымызда сіздердің арқаларыңыз. Біздердің де осындай дәрежеге жеткеніміз. Еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын, сендердің денсаулықтарың зор болсын. Әр осындай мейрамнан мейрамға аманшылықпен жете беріңіздер. Қарагөз ағайындар, мына милиция күнін организация кетіп, бәріне бас қосып жатқан жігіттерге рахметімді айтамын. Бәріміздің семьямызда бақытты болсын, немере, шөбере көріп, ауырмаңдар. Осындай міне қазір жаңа бастап жатқан келесі жылы одан да көбірек болып қалғандарына да айтып, бас қосып, осындай неде отыра берейік. Бәрімізге бақыт тілеймін. Құрметті ішкі істер бөлімінің зейнеткерлері, зейнет жасына жетейін деп тұрған қайнылы барлықтарыңызды осы мереке күнімен құттықтаймын. Көптен бері кездесіп, осындай біреуді жақсы күнде кездесіп жатырған Сәби, Пола, Жұмандарға көп рахметімді айтамын. Осындай жақсы күндерде жиналып тұрып барлықтарымызға несіп ете берсін. Үйге еркек кірсе жылы кіреді, әйел кірсе жарық кіреді, бала келсе бақыт келеді дегені барлықтарымыздың отауларымыз бақытқа толып, немере шөберелерге толып солардың жақсылықтарын көре берем деймін. Міне қарап отырсам мен де сол ішкі істер бөлімінің балалар бөлімінде 68-69 жылдары инспектор болып істеп бастағанмын. Бұдан кейін Мөкіс қаласының Пушкин мектебінде, кейін үйіме жақын жерде Гагарин мектебінде істеп, 2005-ке дейін сол жерлерде жұмыс істеп қазір зейнеткермін. Енді көпшіліктеріңіздің азырақ жүздеріңіз таныс болғанменен аттарыңыз, мекендеріңіз енді бірден еске түспейді. Енді үлкенді ажырасып қаламыз. Басқа жерде бір жерлерді көрсек те, мен өзім 2-3 рет көрмей атын есін есте сақтай алмай қаламын. Сол кезде кешірімді болсын, бір-бірімізге жақсы ниетпенен тойларда, жақсы күндерде сол кездесіп тұрар. Құдай қаласа аманшылық болса, біз өзіміз айтып жатырсақ,
қалмаймыз. Сол немере шөберелеріміздің қызықты күндерді кездесе бере, барлықтарыңызға және құтты болсын дейді. Құрметті ағалар, інілер, апа сіңлілер, міне бүгін Сәбит аға Болат бастамаменен біздің селомызға қонақ болып келіп жатырсыңдар. Біріншіден сіздерге мына бүгінгі мерекелеріңмен құттықтаймын. Дендерің сау болсын, бала-шағаларың аман болсын, ол қыздарыңыздың қызығын теңдей көріп жүре берін. Мына ақ дастарханда аманшылықта тойда кездесейік. Еліміз тыныш, аспанымыз ашық болсын. Бәріңізге бақыт тілеймін. Оны көшелерің. Жас үлкен ағалар, інілер, барлығында мерекелеріңіз құтты болсын. Осыдан 30 жыл бұрынғы мереке әлі де ұмытылған жоқ. Себебі ұмытылмайтын. Сол жердің нанын жеп, пенсияға шығып отырғаннан кейін барлық уақытта есте қалады. Барлығында үйлерімізде немере шөберелерінің қызықтарын көріп, осындай кездесулер көп бола берсін. Барлығымызға тілейтінім, Алла өздері бұйырған кезінде көмек берер, барлық уақытта тойдан тойға кездесе бергенбіз. Құрметті қонақтар, күнменен айтқан сөздердің бәріне де қосыламын. Күнменен жақсы сөздер айтылды. Бұның ыстығы да болды, суығы да болды. Осыларға қиыншылықтарға көніп, пенсияға шығып, осы күнге жетіп отырмыз. Әрине бәріміз де қуаныштымыз. Барлықтарың семьяларында бақыт болсын, денсаулық болсын, дендерің сау болсын. Осыны ұйымдастырған Сәбит ағаға, сосын сізге көп рахметтер айтамыз. Себеппен дидарласып, дастархан басында отырмыз. Болмаса, шынына келгенде көпшілігін танымаймыз. Себеппен танысып, білісіп, сұрасып отырмыз. Рахмет ұйымдастырған Болатқа сізге рахмет айналайын. Бәрілеріне семьяларында бақыт болсын, денсаушылық болсын. Тойларда отырса бергеніміз, аспанымыз ашық, еліміз тоқшылық болсын. Барлық семьясында бақыт тілеймін, ауызбіршілік болсын. Сіздер айттыңыздар ғой барлықтары, ой тамаша мінекей, маңда бір алғыс осындай әрқашанда ақ жаулық тануларымыз тілегі қабыл болсын дейміз мінекей. Өмірде үш адамның тілегі сөзсіз қабыл болады дейді, оның бірі мінекей осындай ақ жаулық танулардың тілегі сөзсіз қабыл дейді. Ақ жаулық тануларымыздың тілеп жатқанда тек қана еліміздің амандығы, жұртымыздың тыныштығы мінекей. Осындай әкелер әрқашанда аман болсын мінекей деп жатырған жайы бар. Енді апалар рұқсат етсеңіз, мен ыстық дайын болған екен, техничный келдік, техничный орындамыз, жайғаса. Ал тамаша мінекей аналар, әкелер, алдырымызға қастарыңыздан алып отырыңыздар. Бүгін мінекей Болаттай әкеміз баршаларыңызға, Сәбиттай әкелеріміз ақ пейілмен, ақ мейірмен, жалпы ақ дастархан жайып жатыр. Алдырымызға ақ суысынан алып отырыңыздар, шұбаттарыңыздан, қымыздарыңыздан алып отырыңыздар. Мына шама шарқыларымыз жетті ағалар, 100 грамдарымыздан алып отырсаңыздар жарасады. Абылай ханның асындай ұлан астыр кеште алмағанда қайда аласың дейді. 100 грамм біз қылады дейді, 200 грамм сіз қылады, 300 грамм кемпірді де қыз қылады дейді аға. Шама шарқымыз жетті мінеке алдарымызға сусындарымыздан алып отырайық. Денсаулық неге жетіп тұрса алып отырмасқа мінеке. Алдарымызға астарыңыздан емін-еркін алып отырыңыздар ағайындар мінеке. Ыстық асымыз келіп отыр, ыстық астарыңыздан алыңыздар. Жалпы жеңіздер, ішіңіздер, көңіл көтеріңіздер. Ал ағалар, жеңгелер, алдарымызға астарыңыздан алып отырыңыздар. Енді рұқсат етсеңіз, арнайы сіздердің құрметтеріңізге, осы сіздер баршаңыз білесіздер. Сіздердің ағалар жас күндеріңізде бұл кісіде бұлбұлдай болып орталарыңызда сайрап жүрген әнші қыздарыңыз еді мінекей. Ал ағалар қош келдіңіздер. Ой тамаша, келе беріңіздер. Ой ағалар қош келдіңіздер. Отыр, төрге қарай өте беріңіздер мінекей. Жайғаса берейік, әлі мақтастарға басына. Тамаша. Ағалар пенсияға шыққаннан кейін уже кешігіп жатыр. Баяғыда ұстап деген болатын еді аға. Ровно 8-де построение болады деді.
Ағалар келіңіздер, отыра берейік. Ой, тамаша мінекей. Сіздердің құрмет қошеметтеріңізбен ортада барлықтарыңыз бұл кісіні танып тұрсыздар ғой ағайындар. О, тамаша. Мінекей жаңағы шыңда Қазақстанда осындай милиция күнін белгілейді, Қазақстанға кетті белгілеп жатырмыз деп жатырсыңдар ғой. Сол ауызбіршіліктерің жатпасын, денсаулықтарың мықты болсын. Осындай мерекелер тез болып, өздеріңіз осы Алматыға келгендегі бала-шағаларын үйренген, немерелерін мектепке барған, түсінде тойға нелерді қызмет жүре бергенбіз. Сол мерекелерің құтты болсын. Бірінші енді мен ауылды естілеу үшін Армения деген бір Қарақалпақша өлең айдағанда, кейін екінші енді менің нағашы жұртымда қазақ, күйеуім де қазақ, сол үшін бір қазақша да бір мерекелік өлең айтамын.
Рахмет, ағалар аман болыңыздар мекен, мың жасаңыздар, ой тамаша. Әдем ақтастырған басына жайғасып отыр бала. Мінекей, маңдабыралы, сол өздеріңіздің жас күндеріңіздегі қылшылдап мінекей 25 жастарындағы мінекей бұл қарындастарын болған тәтеп ұлы уақыттары 18 жастар айдай сұлу қыз еді мінекей алдарыңызда әрқашанда 18-де болып ән шырқап жүрген қазақтың осындай ибалы итабатты қыздары аман болсын. Ал енді ағалар жеңгелер рұқсат етсеңіздер, қазір арнайы сіздердің құрметтеріңізге дайындаған мінекей проекторымыздар. Осы проекторде бейнебаянымызды тамашалап, өткен өмірде келген тарихты баршасын тамашалайық. Арнайы Полат көкем сіздердің құрметтеріңізге барша осында отырған мінекей достарының құрметіне барша